Ассаламу алейкум, қадірменді оқырмандарым. Мен енді Поровер өнімін айтудан шаршамайым, мақтаудан шаршамайым деп осылай сіздермен жүздескенде айтып отырамын. Өйткені бұл жерде денсаулық та бар, ақша да бар, саяхат та бар. Енді адам өзінің өміріне өзі жауапты. Енді жағдайын түзейім десе де өзінде, ал енді өмір бойы жалқаулықпен осылай жұмыс жоқ, қай жерге істейм, әдеп кеп жаңағы өкіметті себеп қыла бергенше, жаңағы кінәні өкіметке арта бергенше өзіміз осылай әрекетте болуымыз керек екен. Айтады ғой, жақсылық жасасаң өзіңе, жамансыздық жасасаң өзіңе деп. Сол демекші, әзіргі уақытта жалқаулардың заманы емес, әзіргі уақытта әрекет жасайтындардың заманы. Кім әрекет жасаса, соған Алла тағалам берекет беріп қояды. Енді анау жұмыс жоқ, мен не істейін деп жүргендердің бәрі меніңше жалқау. Әзіргі жастар инновация, технология дамып жатқан уақытта сырттан ой жұмыс жоқ, не істейм деп жаңағы әке-шешесінің арқасына, жаңағы әке-шешесінің көзі тірге уақытында соларға сеніп жүргендер меніңше бұл өмірде өзінің жауапкершілігі жоқ адамдар. Енді Алла тағалам барлық себепті жаратып қойды. Рызық несібені шашып тастады, оны теру әркімнің өзінің қолында. Енді адам өзінің өмірін жақсартам десе де өзінің қолында. Енді жаңағы жалқаулықпен жұмыс жоқ, қай жерде жұмыс бар екен деп жалқаулыққа салынып жүрсе де ол өзінің қолында. Ал енді бұл жерде жұмысы кетпен шабатын жұмыс жоқ, огород шабатын жұмыс жоқ, шөп шабатын жұмыс жоқ. Кәдімгідей мен сияқты істеп айту арқылы берді ақша табамыз. Келіңіздер, айтады ғой, әр үйде кедейліктің, жетіспеушіліктің жібін үзетін бір адам бар дейді. Ол адам сіз болуыңыз мүмкін. Келіңіз, хабарласыңыз. Менің телефоным 776-365-0825, 775-827-4219. Хабарласыңыз WhatsApp-пен.